Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен айраннан жасалатын өте дәмді шығатын пирогты көрсетемін. Ең алдымен біз жұмыртқамызды жарып, 2 жұмыртқаны жарып, оны жақсылап мисерлеп алдық. Сосын оның үстіне қантты қосып, оны тағы да жақсылап мисерлейміз. Оның үстіне сұйық майды құямыз. Оның үстіне сосын 1 стақан айранымызды қосамыз. Оның барлығын жақсылап мисерлейміз. Енді елекішке ұнымызды салып, оның үстіне қопсытқышты салып, ішінде жақсылап араластырып аламыз. Сосын жаңағы массамызға ұнымызды електен өткізіп отырып, қамыр жасаймыз. Міне біздің қамырымыз осындай болу шығу қажет. Енді формамыздың астын кішкене ғана майладым. Сосын қамырымызды ішіне құйып аламыз. Сосын беттерін әдемілеп тегістейміз. Сосын пирогымызды пеште 180 градуста 45 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Енді оның піскенін біз ағаш таяқшамен тексеріп көреміз. Таяқшамыз құп-құрғақ болып шығуы қажет. Міне пирогымыз дайын. Енді оның үстіне мен өзім қалауым бойынша әсемдедім. Бетіне кішкене ғана ерітілген сары май, бөлме температурасындағы сары майымызды жағып, үстіне кокосовый стружканы септім. Бұл менің өзімнің қалауым бойынша. Сіздер өздеріңіз жай ғана қант ұнтағын сеп қойсаңыздар болады. Тіпті ештеңе сеппесеңіздер де солайынан қалдырып қойсаңыздар да әдемі көрінеді. Міне қазір мен пирогымды кесіп көрсетемін. Өте үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Менің арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, комментарийға ойларыңызды қалдырып қойыңыздар.